Ассалаумағалейкум қазақтар, сіздерге бүгін нағыз Американы көрсететін боламын. Міне былай қарасаңыздар, бұл қаланың іскерлік орталығы, мықты зәулім ғимараттар, жақсы машиналар, керемет іскерлік орталық, жаңа салынған құрылыстар. Бұл Американың бір жағы болса, енді сіздерге қазір Америка құрама штаттарының енді бір келесі жағын көрсетейін. Нағыз Америкада адамдар бай, ауқатты осында жүріп тұрса, енді қоғамның тағы бір бөлшегі, тағы бір бөлігі міне осындай қалаң ортасында үйсіздер тұрады. Бұл жерде өте көп үйсіздер бар. Қараңыздар, міне мындай палатаны тігеді тұра береді. Енді мынаның қасынан өтсеңіз, енді естен кәдім көзің ашиды, тек мұрның емес, көзің ашиды. Өте сасық, өте жағымсыз иіс, зәрдің иісі шығып тұр. Сол бұнда жүру өте қиын. Ау, no, I'm talking. Ан жақта біреу маған ұрсып жатыр, түсірме деп әңгіме айтып жатыр арт жағымда. Мен айтам, сен түсіріп жатқан жоқпын деп. Бізді түсірме деп қатайып жатыр деген сияқты. Жалпы қарасаңыздар, міне мына жақта міне әдем құрылыстар, бірақ енді көшені қарасаңыз жол молдар быт-шыт. Сосын жаңағы үйсіздер өте көп тұрады. Біз жоқ жерде бәрі жақсы деген. Яғни Америкада да осындай үлкен мәселелер бар. Айтқым келген сол. Байланыс аяқталды.